Қайырлы күн баршаңызға. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып таңғы уақыттың берекесі. Видеомыз басталмастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Таңғы уақыттың берекесі мол. Таңғы уақытта ояу болу өте маңызды. Өйткені бұл сәтте басқа уақытта кездесе бермейтін мол береке бар. Әбігерлікке толы қарбалас тірлік басталмай тұрып, мұндай берекелі уақытты жеке тұлғалық дамуға арнаған тиімді. Өйткені бұл уақытта сені ешкім мазаламайды. Күндізгідей телефон қоңыраулары, түрлі мессенджерлерден келетін толассыз хаттар жоқ. Миың сергек болады. Таңғы уақытта жаттығу жасап, таза ауа жұтып, далада серуендеп келгеннен кейін кітап оқып өткізу, тыныштықта терең ойға шому, күндізгі ісіңді жоспарлау өте пайдалы. Ел шырт ұйықта жатқанда біршама жұмысты тындырып тастайсыз. Далада серуендеу, спортпен айналысу арқылы бойына жағымды қуат жинағандықтан тұла бойың күні бойы сергек жүреді. Атқаратын ісіне күш-жігер жинап аласың. Позитивті тудырады. Нәтижесінде таңғы уақытты осылай жақсы істермен өткізген адамның көңілі көтеріңкі, әрі жетістікке жеткен жанның рухы шат болады. Мұндай адамның өмірі берекеге толады. Қазақтың ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дегені неткен керемет қағида. Хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам таң намазын оқығаннан кейін орнынан тұрмай, зікір етіп, күн әжептәуір көтерілгенге дейін отыратын еді делінген. Таңғы уақытта ояу болып, оны барынша тиімді қолдана алған адам өмірін айтарлықтай жақсы жаққа өзгертіп, діттеген мақсатына жете алады. Жетістікке жеткен ол тұлғалардың көпшілігі таңғы уақытын өте тиімді пайдаланғаны мәлім. Сондықтан сіз де таңғы уақыттың берекесін сезіну арқылы бүкіл өміріңізді өзгерте аласыз. Ойланып көріңізші, әлем ұйықтап жатқанда сіз жан дүниеңізді руханиятпен әлендіріп, санаңызды пайдалы біліммен сусындатып, денеңізді ширатып үлгересіз. Бойыңызға ғажайып қуат жинап, шабытыңызды шағылған күйде күніңізді ең керемет деңгейде сапалы да өнімді өткізуге дайын боласыз. Әлемде миллиардтаған адам өмір сүреді. Солардан кейбіреуі ғана үстіне жамылған көрпесін жұлқып тастап, жылы төсегінен атып тұрып, таңғы уақыттың берекесін пайдаланады. Мынаға назар аударыңыз. Жетістік әркімнің қолынан келе бермейтін осындай қиын істерде. Ендеше сен де қалың ұйықта жатқан сан мың адамның арасынан бөлініп, өз ерік-жігерімен тағдырын жақсы жаққа бұрып, таңдаулы жандардың қатарына қосыл. Түнде тынығып, таңертең аман-есен оянғаннан тағы бір арайлы күнді тартып өткен Жаратушыға алғыс білдіріп, шүкір етейік. Аллаға бүгінгі күнді ізгі істермен берекелі етіп өткізуге тырысатынымызды айтып өре берейік. Егер бүгінгі күніңіз жер бетіндегі соңғы күніңіз болғанда қалай әрекет етер едіңіз? Сол күнді қалай өнімді өткізер едіңіз? Өзіңіздің ең жақсы қабілетіңізді, мүмкіншілігіңізді қалай қолданар едіңіз? Мына өмірде қандай жақсы іс қалдырар едіңіз? Міне, осындай терең ойлар сізге мықты ғажайып жігер беретін мотивация болмақ. Ерте оянып, уақытыңызда жалғыздықпен ешкім мазаламайтын тыныштықта өткізген кезіңізде миыңыз сізді жетістікке жетелейтін дофамин гормонын бөледі. Онымен бірге бақыт гормоны деп аталатын серотонин де пайда болады. Қауіп-қатерге дабыл қағатын стресс гормоны кортизолдың деңгейі барынша түседі. Бір сөзбен айтқанда, өзіңізді бақыт құшағында сезінесіз. Көңіліңіз көтеріліп, бойыңызда ғажайып қуат, өзіңізге деген ерекше сенімділік пайда болады. Адамға ең жақсы идеялар мен күрделі мәселелердің шешімі көңіл көтеріңкі, рухы мен санасы тыныштықта бөленген сәттерде келеді. Кімде-кім таңғы 2 сағатын, ең болмаса 1 сағатын тиімді пайдаланып, өзінің жан-жақта жетілуіне, руханиятына арнай алса, ондай адам тек жетістіктің тұғырынан табылады. Алла елші саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағалам, үмметінің ішіндегі ерте тұрған жанға берекенді бере көр деген дұғасын сай Жаратушының берекесіне енереді. Таңғы уақытта тиімді өткізу үлгісі. Таңғы сағат 6-да ұйқыдан ояну. Сағат 5-те ояну ол тіптен жақсы. Су ішу. Таңғы намазы оқып дұға тілек жасау, зікір айту, Құран оқу, таңғы жаттығу, жүгіру немесе таза ауада серуендеу. Бұларды атқарған кезде құлаққабыңызды киіп, пайдалы ақпараттардан немесе аудио кітап тыңдаңыз. Душқа түсу, кітап оқу, күндік жоспарыңызды пысықтау және таңғы ас. Өмір бір рет беріледі. Берекеге толы таңғы уақытты ұйқымен өткізетіндей өмір соншалық ұзақ емес. Ерте тұру үшін. Біріншісі, ерте тұруға шабыттандыратын өзіңізге өмірлік мақсат қоя білу. Екіншісі,
кешкі асты ертерек ішу һәм қорытылуы жеңіл тамақ тұтыну. Үшіншісі, ерте ұйықтауға дағдылану. Осы қарапайым шарттар орындалса, ерте тұру сізге ешқандай қиындық туғызбайды. Ол үшін кешкі уақытта достарыңызбен кездеспегеніңіз дұрыс. Шақыруларға жоқ деп айтуды үйренуіңіз маңызды. Мүмкіндігінше төсекте жатып әлеуметтік желіге кірмеген пайдалы.